Маған үйге қайтуға болмайды. Кемпір жансақтау бөлімінде оянып, дәрігерден балаларына мен өлдім деп айтуын өтінді. Бірақ ол шығаруға кім келгенін білгенде сенбеді. Біздің тарихымызды бастамас бұрын, кішкене түгендеу жасайық. Қайдан екендеріңізді жазыңыздар, бізге оқу қызық болады. Тыңдалым сәтті болсын. Мақташ әже күтуші, ағашлақтың жалпы шеттерін мұңайып қарап, жалбыз қосылған жаңа қайнаған шайды ішіп отырды. Бірақ бұл хош иісте оның мазасыз ойларын баса алмады. Ол бұл жерден кеткісі келмеді, өйткені қазір есік ашылған дыбыс естіліп, пәтерге оның ұлының әйелі Айгүл кіріп келетінін білді. Ол тағы да табалдырықтан дөрекілік айтып көзін аларып, жұмсақ қастарын түйіп. Соңғы кездері олардың қарым-қатынасы шегіне жетіп, Мақташ бұл шиеленісті көтере алмайтынын сезді. Одан айырмашылығы, Айгүл ешқашан жанжалдарды жұмсартуды ойламады. Егер Мақташ әлі де тырысып көрсе, келіні керісінше оның әрбір өткір сөзінен ләззат алатын. Ол пәтерге басын жоғары көтеріп, осы жердегі ең басты адамдай, патшайымдай кірді, және әрқашан шашын жинап, үй халатын киетін, бұл оның қарт әйелді нысанаға алып, кезекті шабуылға арнайы дайындалғандай әсер қалдырды. Мақташ әже терезеге қарай мұңайып көз тастады. Терезе сыртында күзге айналған қала жайылып жатты, сарғайған жапырақтар ағаштардан түсіп, ауада айналып ұшатын. Сирек кездесетін жолаушылар пальтоға оранып алған. Бұл әдемі көріністі түсінуге болар еді, бірақ ол оны қуантпады. Әр күн алдыңғы күнгідей өтті, және сайын оған туған ауылына өмірінің көп бөлігі өткен үйге қайтқысы келді. Оны мұнда ұлының өзі әкелді, көпке созылмайтынын, әзірге. Уәделермен Айгүл күн сайын оны шыдауға ниеті жоқ екенін көрсетті. Міне енді терезеге қарап отырған Мақташ бұрылыстан қара пальто киген қыздың Айгүлдің көрінгенін көрді. Ол тез, ширақ жүріп келе жатты, телефонмен қатты, ашуланып бірдеңе айтып. Мақташ терезеден келіп, үнсіз қайта оралды, келіні дүкенде кешігіп қалады немесе телефонмен ұзағырақ сөйлеседі деп үміттенді. Жарты сағат тыныштық болса екен. Бірақ жоқ, қайнағасы терезе артындағы шамды байқап қалып, мысқылдап, жіңішке алақанымен бұлғады. Бұл қимылда сәлемдесудің иісі де жоқ еді, тек келеке ету. Мақташ әже ішінде бәрі қысылып қалғанын сезді. Уақыт өткен сайын жағдай нашарлай түсті. Бұл жай ғана шиеленіскен қарым-қатынас емес, бұл нағыз соғыс. Ұлымен сөйлесу керек. Оны ауылға қайтарсын, тіпті үй бітпесе де, есік терезесіз болса да, бұл жағымсыздыққа толы ғажайып кеңістіктен құтылсын. Есік тарс етіп жабылды, пәтерге Айгүл кіріп келді. Не болды, күнің қалай өтті? Деп мысқылдай сұрады ол, сөмкесін ас үй үстеліне тастады. Тағы да күні бойы терезеде отырдыңдар. Біз сендерді мұнда жай отырып, ештеңе істемеулерің үшін әкелдік бе? Мақташ дірілдеді, бірақ жауап қатпады. Ол кез келген сөз кезекті сөз майданына себеп болатынын білді. Мен айтпақшы, жуамын, жинаймын, сендерге қамқорлық жасаймын, тамақ жасаймын деп жалғастырды Айгүл көзін аларып. Ал сен бір рет рахмет айттың ба? Ал сен мені ештеңе істемейді деп ойлайсың ба? Деп сабырмен жауап берді Мақташ. Мүмкін сен де маған рахмет айтарсың. Ойбай-ау, сорпа пісіріпті, бітті. Үлкен еңбек. Айгүл қолын театрландырып көтерді. Біз сенің ұлың екеуміз, айтпақшы, жұмыс істейміз, ауылдағы үйді ретке келтіреміз, ал сендер мұнда бәрі дайынға келіп отырсыңдар. Мақташ қабағын түйді. Ретке сендерге осы үйді бердім. Айгүл қатып қалды, оның көзі тікенектей шаншылды. Міне сөйлесіп алдық деді, Мақташ баяу және бұрылып кетті. Айгүл күлімсіреді, оның еріндері менсінбеген күлкіге қисайды. Ол енесін жек көрді. Оны шынымен жек көрмесе де, оған өз жауында бәрін қарапайым көру ыңғайлы болды. Өз проблемаларын кімге жаба салуға болатын біреу болғанда бәрі оңайырақ. Олар дерлік әр кеш сайын ұрсысатын, дұрысы, Айгүл ұрсысатын, Мақташ жай ғана шыдайтын, сөздерге шыдайтын, тонға шыдайтын, өзінің тұтқыны болып қалған бұл жат үйдің сезіміне шыдайтын. Білесіз бе, мен қазір ойладым деді кенеттен Айгүл еңкейіп жақындай түсіп. Мақташ оған таңдана қарады. Сіз біздің отбасымыздасыз, бірақ сіз тіпті біздің үйде болғыңыз келмейді ескіні сізге беріп. Неменеге жаныңыз ашып тұр? Өмір сүрдіңіз, мүмкін қарттар үйінде де боларсыз. Сіз бен сіздің ұлыңызға көшу, тұрғын үй қажет. Мақташтың жүрегі дір ете қалды. Мен соншалықты қарт емеспін деді, оның даусы қатқылдана түсіп.
Мен әлі өмір сүргім келеді, әсіресе қарттар үйінде емес. Айгүл жауап беруге дайындалып, қиылып қалды, бірақ дәл сол сәтте пәтерге Мақташтың ұлы Бақытжан кірді. Ол жүдеу көрінді, жүзі бір түрлі бозғылт. Бақытжан, сенің мамаң тағы да жанжалдасып жатыр деді, Айгүл оған отыруға да мұрша бермей. Мақташ көзін жұмып, қазір тағы да қойылым басталатынын түсінді. Кейін деп күбірледі Бақытжан шаршап. Менің қазір түсінісуге шамам жоқ. Және оның жүрегі қысылып қалды. Ол қалжыраған, ұйқысыздықтан көздері қарауытып кеткен. Оны бір нәрсе мазалап жүргені анық еді. Ол туралы әйеліне де, өзіне де айтпайтын бір нәрсе. Әрине деп ашуланды Айгүл, сен мұнда өзіңді ретке келтіріп жатқанда мен тыңдауым керек пе? Қойшы, деді Бақытжан баяу. Бірақ Айгүл жаңа сөз бастап кетті. Мақташ қатты уайымдады. Бұл қаншаға созылады? Және неліктен оның ұлы үндемейді? Неліктен әйелінің өзінің туған анасын улап жатқанын байқамайды? Ол Бақытжанға қарап кенеттен түсінді, ол біледі. Біледі, бірақ ештеңе істемейді. Демек, ол өзін өзі құтқаруға мәжбүр болады. Мақташ әже, күтуші, терезе алдындағы орындығында отырып, саусақтарымен орамалының шетін машиналды түрде сипап отырды. Бөлмеде қапырық тыныштық орнады, шаршаған, бірақ әлі де қамқор үйбике күйеуінің қарсысына отырып, қолын кеудесіне айқастырды. Бұған шыдау мүмкін емес, деді ол ренжіген кейіппен. Біз таңнан кешке дейін жұмыс істейміз, ал сенің мамаң мені ренжітті деп ойлайды. Мақташ көзін тікелей ұлына қадап, кенеттен көтерілді. Оның жанарында бір сәт көлеңке пайда болды, шаршау ма, әлде иығында тым ауыр жүк көтеріп жүрген кінә сезімі ме? Сені ешкім ренжітпейді, деді ол баяу, сөздерін мұқият таңдап. Бұл сен әр күні маған бір шелек жамандық төгуден бастайсың. Айгүл пысқырып, демонстративті түрде бұрылып кетті. Ал мен қайдан бір шелек жамандық шыққанын ойлап жүрмін, деді ол Бақытжанға қарап зілді түрде. Мүмкін мен мұнда бәрі үшін тынымсыз еңбек етіп жүргендіктен шығар. Осы әңгімені тоқтатайық. Қазір кімнің дұрыс, кімнің бұрыс екенін талдағым келмейді, деді Бақытжан шаршап. Мақташ қарсылық білдірмекші болды, бірақ ойынан қайтты. Не айырмасы бар? Ұлы бәрібір әйелінің жағына шығады, бұрында бірнеше рет болғандай. Күн сайын бұл үйде оған қиындай түсті, ол өзін бұл отбасының бөлігі ретінде сезінбейтін болды. Көп ұзамай бұл үй мұзды аренаға айналады, онда әрбір әңгіме кезекті шайқас. Ол Бақытжанға қарады. 10 жыл бұрын ол мүлдем басқаша еді, күлімдеген, өмірге құштар, сүйікті ол. Енді оның алдында сөнген көздері және арқасындағы проблемалардың ауыр жүгінен жанып тұрған адам отырды. Балам, деді ол баяу. Мені ауылға апар. Ол жерде жөндеу жұмыстары әлі бітпесе де, тіпті суық болса да мен бұдан әрі шыдай алмаймын. Бақытжан қатып қалды, ауада шиеленіс пайда болды. Айгүл енесінің сөздерін естіген бойда бірден күдіктене бастады, бір қастандық бар екенін сезді. Бұл мүмкін емес, деді ол ақыры, оның көзіне тура қарамауға тырысып. Мақташ қабағын түйді. Ауыр күрсініп Бақытжан мойындады. Бөлмеде тым тыныш болып қалды, тіпті қабырғадағы сағаттың тықылы естіліп тұрды. Сөйлесуден пайда жоқ. Әрбір жаңа минут сайын Мақташтың аузы кеуіп бара жатқанын сезді. Бақытжан жұдырығын түйді. Ақша керек болды, деді ол демін ішке тартып. Мен үйді сатып жібердім. Жер оның аяғының астынан кетіп қалды. Осы уақытқа дейін оны қолдап келген барлық нәрсе, қайтып оралуға деген барлық үміт бір сәтте жойылды. Ол аузын ашты, бірақ бір сөзде айта алмады. Сатып жіберді қалай? Оның үйін, оның бұрышын, оның бақытты шақтары туралы естеліктерін. Енді бұл бөтен адамдарға тиесілі. Айгүл оның жағдайын байқап, мысқылдай күлімсіреді. Міне, бітті, деді ол созып. Енді сізге барар жер жоқ, демек, осында тұруға тура келеді. Мақташ ішінде бәрі үзіліп кеткенін сезді. Ұлы онымен ақылдасуды ойламады да, жай ғана оның қайтып келетін жері осы деп шешіп қойды. Мен саған айта алмадым, деді Бақытжан баяу, бірақ ол оны естімеді. Көзінің алдында өткен шақтан көріністер пайда болды. Күйеуі туған үйдің баспалдағында күліп тұр. Балалары аулада жүгіріп жүр. Бақта көктемде гүлдеген алма ағаштары.
Бұл бәрі оның өмірінің бір бөлігі еді, және енді жоқ. Күш кетті, және бұл бөлмеде енді оның үйі жоқ еді. Мақташ баяу көтерілді. Бақытжанның анасының оны тоқтатуға тырысып дірілдеген қолын сезді, бірақ ол үнсіз өз бөлмесіне кіріп, есікті жауып алды. Қабырғаның арғы жағынан дауыстар естілді. Айгүл мен Бақытжан сөзге келіп жатты, бірақ оған бәрі бір еді. Ол шаршады. Қазір ол тек тыныштықты қалады. Мақташ әже қараңғыда өзін орналастырған шағын бөлменің салқын қабырғасына арқасын сүйіп отырды. Тыныштық орнады, тек есік сыртынан тұншыққан дауыстар естілді. Айгүл Бақытжанмен бір нәрсеге таласып жатты, бірақ оған бәрі бір еді. Ол ішінде пайда болған бос кеңістікті сезді. Үй, оның туған үйі, енді жоқ. Бұл жай ғана баспанасынан айырылу емес, бұл ауылдағы оның өмірін құраған барлық нәрседен айырылу. Әрбір тұрғын үй, әрбір жарылған кірпіште өткен шақтың бір бөлшегі жасырынған. Ол күйеуі Айдардың жас кезінде оны мұнда алып келіп, бұл енді олардың отбасылық ұясы екенін қуанышпен айтқанын, олардың баққа алма ағаштарын қалай отырғызғанын, кешкісін бір көрпеге оранып баспалдақта қалай отырғанын есіне алды. Енді бұл бәрі жоғалды. Мен өз өмірімде бөтен болып қалдым деп ашы ойлады, Мақташ жұқа көрпенің шетін қысып. Көзіне жас келді, бірақ ол оларға ерік бермеді. Пайдасыз, Бақытжан бәрібір өз таңдауын жасады, және ол керісінше сенгісі келсе де, бұл таңдау оның пайдасына емес еді. Есік сыртындағы қадамдар қаттырақ естілді, содан кейін есік ашылды. Дәліздің әлсіз жарығында ұлының бейнесі көрінді. Апа, кіруге бола ма? Ол үнсіз бұрылып кетті, оған қарағысы келмеді. Ашуланып тұрғаныңды түсінемін деп Бақытжан терең күрсінді, толық кіріп, есікті жауып. Мен мұның бұлай болғанын қаламадым. Мақташ ашы күлді. Ол даусының қарлығуын қаламады. Сен мені жай ғана саттың, балам. Саттың. Бақытжан басын төмен салды. Менде таңдау болған жоқ. Бәрінде де таңдау бар, балам, тек кейде адамдар өздеріне тиімді емес, дұрысты таңдайды. Ол кереуеттің шетіне ауыр отырып, саусақтарын айқастырды. Сен тіпті мен қандай жағдайға түскенімді елестете де алмайсың, деді ол, және даусында үмітсіздік естілді. Мақташ оған қарап, алдымен ойланып, содан кейін ауырсынып, өсіп кеткен еркекті емес, бір кездері сәтсіз емтиханнан кейін жұбатқан, ауырған кезде көрпеге ораған кішкентай баланы көрді. Ол қайтадан кішкентай және дәрменсіз болып қалды. Айтшы, деді ол баяу. Бақытжан алақанымен жүзін сипады, шаршауды кетіргісі келгендей. Менің үлкен қарыздарым бар деп мойындады ол, және Мақташ жүрегінің қысылғанын сезді. Мен сенің білгеніңді қаламадым, бірақ таңдау болған жоқ. Мен қарыз болған адамдар күтпеді, олар ақша талап етті. Егер мен төлемесем. Ол үндемей қалды, және Мақташ оның шынымен қорқатынын түсінді. Бұл Айгүлге байланысты ма? Бақытжан басын шайқады. Жоқ. Иә. Білмеймін, ол бизнес ашқысы келді, бірақ бәрі дұрыс болмады. Несие алуға тура келді, содан кейін тағы да. Бәрі бақылаудан шығып кетті. Мақташ көзін жұмды. Осы уақытқа дейін ол Айгүл оның қатысуына жай ғана ашулы деп ойлаған, бірақ енді жағдай анықталды. Оның келіні жай ғана ерке емес, ол Бақытжанды түбіне қарай тартты. Апа. Бақытжан оған жалынышты көзбен қарады. Кешіріңіз мені. Ол шаршап маңдайын сипады. Түсінемін, деді ол, бірақ бұл мен кешіремін дегенді білдірмей. Бақытжан басын төмен салды. Мен бәрін түзетуге тырысамын. Мақташ күлді. Кеш болып қалды. Мақташ әже төбеге қарай еш нәрсе көрмей жатты. Ұйқы келмеді, ойлар шатасып, тұншықтыратын түйінге айналды. Ол демалуға да, жиналуға да мүмкіндік бермеді. Бақытжан кетіп қалды, артында тек ащы опасыздық дәмі мен одан да ащы түсіні қалдырды. Ол енді бір кездері тәрбиелеген бала емес. Жұқа қабырға арқылы тұншыққан дыбыстар естілді. Айгүл телефонмен тез ашуланып бір нәрсе сыбырлап жатты.
Мақташ көзін жұмып, тыңдамауға тырысты, бірақ сөздер бәрібір санасына еніп кетті. Иә, бәрі шешілуі керек еді. Айгүл қатты ашулы. Мен білемін, ол тірі. Мақташ қатып қалды. Жоқ, ештеңе ішпеді, менің ойымша, түсінген. Омыртқасы бойымен суық жүгіріп өтті. Ол одан да мұқият тыңдады. Иә, мен тырысамын. Бірақ егер бұдан әрі де солай болса, басқаша әрекет етуге тура келеді. Әйел айқайлап жібермеу үшін қолын аузына басты. Кеудесі қорқыныштан қысылып қалды. Айгүл оны уламақшы ма? Ол демалуға қиналды. Осы уақытқа дейін ол өзінің нашарлауын жасына, күйзеліске, кез келген нәрсеге жапты. Бірақ оның біреуі оны әдейі өлтіргісі келетін емес. Оның қолдары дірілдеп, басына бір ғана ой келді: қашу керек, бірақ қалай? Егер Айгүл оның бірдеңе сезіп қалғанын білсе, ертең бәрі одан да нашар болуы мүмкін. Мақташ абайлап көтеріліп, шуламауға тырысып, аяқтарын еденге түсірді. Бұл оған қиынға соқты. Денесі әлсіз еді, тіпті еденді лезде ғана жанап өткендей сезінді, басы айналып бара жатты. Шыда, деді ол өзіне бұйрық беріп. Ол баяу есікке жақындап, есіктің тұтқасын әрең ұстап, ашты. Пәтер қараңғы еді, тек дәлізде әлсіз шам жанып тұрды. Айгүл әлі де ас үйде телефонмен сөйлесіп жатты, бұл оның бір артықшылығы еді. Мақташ дәлізге шығып, суық еденмен үнсіз басып, кіреберіс есікке жетіп, құлыпты ұстады. Дәл осы кезде ас үйден орындықтың жылжыған дыбысы естілді. Мақташ құлыпты бұрады, және тыныштықта шерту естілісімен есікті ашып жіберді. Қайда бара жатырсыз? Айгүл дәлізде тұр еді. Мақташ жауап қатпады, бірақ аяқтарындағы әлсіздік опасыздық жасап, өзін білдірді. Көз алдындағы дүние айналып кетті, және ол қабырғаны ұстап үлгерместен бұрын есінен танып құлады. Мақташ әже суықты сезінуден оянды. Денесінің астындағы еден қатты еді, жұқа халаттың астынан жағымсыз салқын тиіп тұрды. Басы гуілдеп, тамағы құрғап кеткендей, бірнеше күн су ішпегендей сезінді. Ол бүкіл денесімен дірілдеп, қайтадан жатып дем алмақшы болды. Оянды, Айгүлдің дауысы естілді. Мақташ басын баяу бұрды. Келіні есік алдында қолын айқастырып тұрды. Оның жүзінде ешқандай шам жоқ еді, тек тітіркену тудыратын әлсіз жарық қана бар еді. Оның алдында жайлы адам емес, жиһаздың бір бөлшегіндей қажетсіз нәрсе тұрды. Азаптарыңды тоқтатайын ба? Деді Айгүл зілді түрде. Мақташ оған мұқият қарады. Сен шынымен менің өлгенімді қаладың ба? Айгүл күлді. Ал егер иә болса ше? Оның даусы улы, әуезді естілді. Енді 200-ділік танытпайық. Сенің үйің бізге керек болды, ал сен емес. Сен кәрісің, қажетсізсің, біздің жас өмірімізге кедергі келтіресің. Бұл сөздер кеудесіне соққыдан да қатты тиді. Сен қателесесің, деді Мақташ, өзін биік ұстауға тырысып. Мен кәрі емеспін. Мен қажетсіз емеспін. Айгүл көзін аларып жіберді. Құдай-ау, не болды? Бірақ сен, Айгүл, тағы бір нәрседе қателестің. Келіні қабағын түйіп, жалғасын күтті. Мақташ ақыра қабырғаға сүйеніп тұрды. Денесі дірілдеді, бірақ даусы қатқыл шықты. Сен мен берілемін деп ойлайсың ба? Мен мұнда құлдай жатып, үнсіз өлемін деп ойлайсың ба? Бірақ сен мен өмір сүргенімді ұмыттың. Мен сен түсінде де көрмеген қандай қиындықтарды көрдім, және егер сен мен осылай оңай жоғалып кетемін деп шешсең, онда қатты қателесесің. Бір сәтке Айгүлдің көзінде қорқыныш көлеңкесі пайда болды, бірақ ол тез жоғалып, әдеттегі мысқылға орын берді. Сен тым көп сөйлейсің. Ал сен өз жеңісіңе тым сенімдісің. Мақташ есікке қарай қадам басты. Қайда бара жатырсың? Деді Айгүл қастарын көтеріп. Сен мені таба алмайтын жерге. Айгүл күлді. Ол шынымен Бақытжан сені қорғайды деп ойлайды ма? Ол менсіз бір күнде тұра алмайды. Ол менің саған қарағаныма өзі де қуанышты.
Бұл сөздер қатты тиді, бірақ Мақташ оны көрсетпеді. Мен амалын табамын деді ол жай ғана және бөлмеден шығып кетті. Айгүл оны бақыламады. Ол кемпір ешқайда кетпейтінін білді. Ол қателесті. Мақташ әже дәлізге шығып тепе-теңдігін әрең сақтап тұрды. Қабырғалар шайқалып, әрбір қозғалыста ауа тым ауыр еді. Екінші мүмкіндік болмауы да мүмкін еді. Ас үйден тұншыққан дыбыстар естілді. Айгүл қайтадан телефонмен сөйлесе бастады. Шамасы, ол құрбанының әлсірегеніне сенімді болған. Тез кету керек. Ол баяу кіреберіс есікке жетті, бірақ тұтқаны ұстаған кезде әлсіздік аяқтарын қайтадан бүгіп кеткенін сезді. Шыда деп ойша бұйырды әйел өзіне, терең тыныс алып, есікті жұлқып ашты. Соңғы күшін жинап, алдымен баспалдақпен түсіп, содан кейін төмен қарай жүгірді. Қайда барарын білмеді, тек бұл пәтерден, оның азаптарын күлімсіреп бақылаған бұл әйелден алысқа кету керек еді. Ол аулаға шыққанда кешкі салқын ауа бетіне тиді, бұл оны сәл есіне келтірді. Айналасында ешкім жоқ еді, оған ешкім назар аудармады. Ол аяқтарының дірілдегенін сезініп алға қарай жүрді. Қайда бару керек? Кімге жүгіну керек? Және кенеттен есіне түсті лифт жанында кездесетін көршісі Замарат әрқашан оған жылы қарайтын. Мүмкін ол көмектесер. Мақташ екінші подъезге бұрылып, қоңырау түймесін тауып, бірнеше рет басты. Бірнеше секундтан кейін ешкім жауап бермеді. Содан кейін есік ашылып, табалдырықта үй халатын киген егде әйел пайда болды. Мақташ әже. Оның көздері таңданыстан ашылып кетті. Не болды? Мақташ аузын ашты, бірақ сөздің орнына әлсіз ғана сыбыр шықты. Көмектесіңізші. Және дүние қараңғылыққа батты. Мақташ әже біреудің оны абайлап оқығаннан оянды. Мақташ, жаным, сен мені естисің бе? Дауыс толқып, бірақ қамқор естілді. Ол әрең дегенде Медбикенің, Замаратның жүзін ажыратты, өзі есінен танып қалған пәтердің табалдырығындағы көршісі. Құрметтім, сен қауіпсіздіктесің. Не болды, неге сен бұндай күйдесің? Ол әрең дегенде бір-екі сөз айтты, бірақ денесінде күш жоқ еді. Басы айналып, көз алдында бәрі қалқып жүрді. Мені улат, деді ол әрең естілетіндей сыбырлап. Замаратның көздері ашылып кетті. Құдай-ау, кім? Айгүл. Әлсіздік жаңа күшпен басып, сөйлеу одан да қиындады. Оның көршісі бірден телефонды жұлып алып, тез бір нәрсе тере бастады. Жедел жәрдем шақырамын. Шыда, жаным, қазір келер. Сөздер Мақтаның арасынан естілгендей болды. Мақташтың санасында ойлар бұлдырады, бірақ бүкіл денесі мақтадай жұмсақ, ал қабақтары өздігінен жабылып бара жатты. Тек өшіп қалма. Алло. Замаратның дауысы тыныштықты жарды. Тез арада менің көршімнің жағдайы нашар. Мақташ сөздерді әрең естіді. Мен құтылдым. Мен үлгердім. Ол ауруханада оянды. Ақ түсті, дәрі-дәрмектің иісі, есік сыртындағы дәрігерлердің тұншыққан дауыстары. Ол қозғалуға тырысты, бірақ денесі әлі де әлсіз еді. Оның жанында 40 жастар шамасындағы мейірімді, бірақ қатал жүзді Медбике тұрды. Мақташ сөйлемекші болды, бірақ еріндері құрғақ, тілі де тіл алмай тұрды. Сіз қауіпсіз қолдасыз, ағзаңыз әлсірегеніне қарамастан, деді Медбике әрең естілетіндей. Сізді қалалық ауруханаға түнде жеткізді. Тағы сәл кешіксеңіз, бәрі кеш болар еді. Сізде қатты улану. Мақташ көзін жұмды. Көршімнің тез келгені жақсы болды. Медбике, біз сіздің туыстарыңызға хабарладық, деді. Көздері ашылып кетті. Даусы әлі де әлсіз еді, бірақ одан үмітсіздік естілді. Оларға айтпаңызшы. Медбике таңданып қастарын көтерді. Қалайша? Мақташ әрең дегенде оның қолын ұстап, соңғы күшін жинады. Өтінемін, мен өлдім деп айтыңызшы. Медбике қабағын түйді. Не деген ақымақтық?
Олар мені тірі екенімді білсе, өлтіреді деді әйел ойланып қалды. Бірақ оның көздерінен ол оған сенетіні көрініп тұрды. Жарайды, мен дәрігермен сөйлесемін, бірақ сіз маған бәрін айтып беруіңіз керек. Мақташ келісті. Тек қазір емес. Ол қайтадан көзін жұмып, құтқарушы ұйқыға кетіп қалғысы келді. Бірнеше күн өтті. Мақташ әже сауығып келе жатты, бірақ әлі де әлсіздікті сезінді. Осы уақыт ішінде келмеді, бұл тек болжамдар еді. Бір күні кешке палатаға 30 жастар шамасындағы ақылды және мұқият көзбен қараған ер адам дәрігер кірді. Мақташ әже, сіз үйге қайтқыңыз келмейтінін ойлайсыз ба? Ол оған қарап, дәрігердің ойланып қаламын тықылдатқанын байқады. Бізде бір нұсқа бар, уақыт өте келе сізге жаңа үй қажет болады. Ол еріксіз жастықты қымсынып қалды. Қайда барамын? Сіздің туыстарыңыз бар ма? Ол жоқ дегісі келді, бірақ кенеттен бір нәрсе есіне түсті, дәлірек айтса біреу. Менің күйеуімнің інісі болған. Біз оның отбасымен араласпадық, бірақ оның қызы болған сияқты дәрігер. Демек, біз іздейміз. Құжаттарға белгі қоямыз, содан кейін оған мұқият қараймыз. Дәрігер олар үшін мұқият іздеді. Мақташ көзін жұмды. Оның ой көзінің алдында Айгүлдің жүзі, оның мысқылды көзқарасы, суық үні пайда болды. Ол Бақытжанның еш ойланбастан оның үйін сатып жібергенін есіне түсірді. Иә, ол сенімді болды. Ол олардың көзін ашқанда күмән болмады, доктор. Олар мәңгілікке кетті. Комадан кейін бірнеше күн өтті. Ол әлі әлсіз еді, бірақ күші бірте-бірте қайтып келе жатты. Ол терезе жанында қалаға қарап тұрды. Мақташ әже қайта бұрылғанда, алдында 30 жасар шамасындағы бадам тәрізді. Кешіріңіз, менің атым Саня, әкем сіздің марқұм күйеуіңіздің ағасы еді. Мақташ кенеттен сенді. Демек, сен менің Санясың ба? Саня күлімсіреді. Дерлік алыс туысқан деуге болады. Мақташ оған қарап, бұл түс емес екенін түсінуге тырысты. Мен сіз туралы кездейсоқ, таныс арқылы білдім. Сіз қазір қиын жағдайдасыз, бірақ менде сізге ұсыныс бар. Мақташ оның мейірімді, ашық көздеріне қарады. Менің үйіме көшіп келіңіз. Сол кеште Мақташ әже ұзақ уақыттан бері алғаш рет қорқынышсыз ұйықтады. Ол енді жалғыз емес еді. Мақташ әже қолына ыстық шай кесесін ұстап, жылудың алақандарына баяу таралып жатқанын сезді. Бөлмеде тәтті бір иіс аңқып тұрды. Шамасы Саня ас үйде бірдеңе пісіріп жатқан болар. Үй кең, жарық, биік төбелі және үлкен терезелері бар бөлмелерден тұратын. Терезелерінен тыныш аулаға, әдемі үйлер мен жасыл газонды көрініс ашылатын. Ол жақында басқа әлемге түскендей болды. Ол ауруханада жатқанда не істерін білмейтін, енді оны жылы қарсы алған адамдардың қоршауындағы жайлы қонақ бөлмесінде отырды. Сізге бізде ыңғайлы ма? Саня жанына жеңіл күлімсіреп отырды, оны бақылап. Мақташ басын изеді. Иә. Бәрі соншалықты әдемі болғаны соншалықты әдеттен тыс. Саня күлді. Бұл күйеуімнің еңбегі, ол бәрінің жоғары деңгейде болғанын жақсы көреді. Иә, ол сенде байсалды адам деп Мақташ Саняның күйеуі Жеменеймен алғашқы кездесуін есіне түсірді. Жеменей оны сабырлы, бірақ құрметпен қарсы алды. Биік, мықты, өткір көзді ер адам оған бәрін бақылауда ұстауға үйренген адамның әсерін қалдырды. Сонымен бірге оның даусында менмендіктің иісі де жоқ еді. Тек тыныш сенімділік қана бар еді. Саня сіз туралы көп айтты деді дәрігер оның қолын қысып тұрып. Үміттенемін, тек жаман нәрселер емес шығар деп әзілдеді Мақташ. Тек жақсылықтар деп күлімсіреді Жеменей. Мақташ оның отбасының оны қаншалықты жылы қабылдағанына таң қалды. Мұнда күдікте, ыңғайсыздықта болған жоқ. Олар оған көптен бері үйіне оралған жақын адамындай қарады. Сізге енді ештеңе туралы уайымдаудың қажеті жоқ деді Саня сенімді түрде. Жай демалыңыз немесе өзіңізге ұнайтын іспен айналысыңыз. Бастысы сізге жақсы болуы керек. Мақташ оған алғыспен қарады.
Білесіз бе, мен енді қалыпты өмір сүремін деп ойламаған едім. Саня оның қолын ұстады. Енді сіздің отбасыңыз бар, біз сізді тастамаймыз. Бірнеше апта өтті, және Мақташ бұл үйде өзіне шынымен де ұнайтынын түсінді. Таңертең ол жеменей кішкентай гүлдер бұрышы мен орындық жасаған баққа шығатын. Ол таза ауамен тыныстап, өмірінің денесіне қайта оралып жатқанын сезініп, ұзақ уақыт бойы қуанышпен серуендейтін. Саня жиі оның жанына отырып, жеңіл және қарапайым нәрселер туралы әңгімелесетін. Сіздің үйіңіз қандай еді? Деп сұрады ол бірде. Мақташ оның қарапайым, бірақ жылы болғанын ойлады. Ол жерде әрқашан пирогтардың иісі аңқып тұратын. Бізде кішкентай, бірақ жайлы бақшамыз болды, күйеуім оны қатты жақсы көретін. Ол үндемей қалды, айдардың кешкісін гүлзарларды қалай суаратынын, содан кейін баспалдаққа отырып, темекі шегетінін иісіне түсіріп. Сіз оны сағынасыз ба? Мақташ Саняға қарады. Кейде иә, бірақ мен кері қайтуға жол жоқ екенін түсінемін. Саня оның алақанын қысты. Сіз мұнда жаңа өмір құра алдыңыз. Мақташ күлімсіреді. Мүмкін, ұзақ уақыттан бері алғаш рет ол бұған шынымен де сенді. Бақытжан көлікте рульді саусақтарымен алаңдаушылықпен тықылдатып отырды. Айгүл оның жанында телефондағы жаңалықтарды толқыныспен парақтап, экрандағы бір нәрсеге күлімсіреп қарады. Іште тек сирек естілетін күрсіністер мен дыбыстардан басқа тыныштық орнаған. Не болды, Бақытжан? Деді ол оған қырын қарай. Иә, бәрі жақсы. Айгүл риза болып күлімсіреп, орындықтың арқалығына сүйенді. Бәрі таза аяқталды. Ол қайта пайда болды. Жолға назар салып, күні бойы шиеленісті болды, бірақ енді бәрі аяқталғанда ол ғажайып жеңілдікті сезді. Ауруханадан қоңырау шалғанына 2 күн болды. Экранда белгісіз нөмір пайда болғанда, ол бірден жауап берді. Санасының түкпірінде қоңырау анасына қатысты екенін білді және қателеспеді. Бақытжан Николаевич. Бұл қалалық аурухананың дәрігері. Бізде сіздің. Қандай ана? Деді Айгүл аяқтарын еріншек айқастырып, оны бірден бөліп. Мақташ әже. Ол қатты уланумен түсті. Бақытжан қабағын түйді. Улану ма? Иә, жағдай күрделі, бізге кейбір мәселелерді талқылау керек. Айгүл күйеуіне қарай еңкейіп, оның жауабын күтпей, телефонын жұлып алды. Тыңдаңыз. Дәрігердің дауысы суық, қатал болып шықты. Бұл біздің шаруамыз емес. Ол ересек адам, және егер оған бірдеңе болса, бұл оның проблемасы. Бірақ сіз олардың деңгейін түсінесіз бе деп бастады дәрігер, бірақ Айгүл оны кенеттен бөліп жіберді. Біз бұл туралы талқыламаймыз. Сізге білуге тиістінің бәрі, біз бұл оқиғаға қызығушылық танытпаймыз. Тұтқада үнсіздік орнады. Бірақ сіз менің туысымсыз. Мен бұл туралы айтпадым деді, Айгүл көзін жұмып, дәрігер қайта сөйлегенін шыдамдылықпен күтіп. Жарай деді ол үзілістен кейін. Бірақ бір нюанс бар, ресми түрде сіздің жағдайыңыз тергеуді қажет етеді, біз істі полицияға беруге мәжбүр боламыз. Айгүл баяу күлді. Ой, доктор, сіз қандай күлкілісіз. Біз бұл мәселені шешеміз. Бақытжан маңдайын сипап ұсынды, ол бәрінің немен аяқталатынын білді. Келесі күні Айгүл ауруханаға келді. Ол әдейі қарапайым, бірақ сәнді киім, қара шалбарлы костюм, жеңіл алтын әшекейлер таңдады. Қатаң макияж оның бүкіл келбеті іскерлік пен сенімділікті, жағдайды бақылауда ұстауға үйренген әйелді көрсетті. Бас дәрігер оны кезексіз қабылдады. Отырыңыз деді ол, орындықты нұсқап. Айгүл аяғын аяғына салып отырды. Сіз неге келгенімді түсінесіз бе? Қарт, шашы ағарған ер адам оған мұқият қарап, ол кезде бәрі артық сөзсіз болғанын болжады. Айгүл сөмкесінен конвертті алып, үстелге абайлап қойды. Бұл оқиға ешкімге керек емес, сізге де, бізге де. Дәрігер бір сәтке кідіріп, содан кейін қолын созып, конвертті үстелдің тартпасына салып қойды. Істі полицияға бермеу үшін.
Айгүл күлді. Иә, және міндетті түрде бәрі үшін ол өлі болды. Ер адам көзілдірігін түзеп, ойланып қалды. Бұл біз үшін проблема емес. Біз науқастың түнде қайтыс болғаны туралы құжаттарды рәсімдейміз. Айгүл риза болып күлді. Сіздің кәсібилігіңізге сенемін. Дәрігер креслоға сүйенді. Ақша көп нәрсені шешеді, бірақ адамдар әртүрлі болады. Алу үшін деп Айгүл күлді. Менің ойымша, доктор, сіз әлі түсінбедіңіз. Дәрігер үндемей қалды. Бұрылыс 1 сағаттан кейін Айгүл палатадан шығып, Бақытжанның нөмірін терді. Бәрі реттелді. Кемпір енді жоқ. Ол трубкаға дем алды. Ақыры. Енді тыныш өмір сүруге болады. Бақытжан қымбат мейрамханада отыр, қолындағы виски стаканын еріншек айналдырып. Сыртта қараңғы түнеріп, бірақ залда жайлы және тыныш еді. Люстралардың жұмсақ жарығы, тұншыққан классикалық музыка, келушілердің байқалмайтын әңгімелері. Айгүл қарсысында отырып, телефонындағы люкс брендтердің каталогын рахаттана қарап отырды. Вик, мына сөмке саған қалай? Ол экранға бұрылды, бірнеше $1000 тұратын сәнді аксессуардың суреті. Бақытжан жауап бермеді, жолға назар салды. Айгүл риза болып күлімсіреп, тауарды себетке қосты. Қалағаныңның бәрін сатып алу қандай жақсы, деді ол темекісін тұтатып. Бақытжан күрсінді. Бәрі емес. Қойшы енді, деді ол оған қылымсырап қарап. Біз қанша жыл бойы бәрінен бас тарттық. Қазір қалыпты өмір сүретін уақыт келді. Ол үндемеді. Шын мәнінде оған Айгүлдің бұл жаңа өмірге қаншалықты оңай кіріскені тіпті күлкілі көрінді. Олар анасының бейнесіндегі тікенектерден оңай құтылып, оны шындықтан өшіріп тастады. Енді оларды ештеңе ұстап тұрған жоқ еді. Бақытжан бұрыннан осындай еркіндікті армандаған. Үйді сатқаннан кейін ол ақшаны ешқайда жұмсамай, жай ғана депозиттік шотқа салып қойды. Олардың бірте-бірте жиналуына мүмкіндік берді. Ол ұзақ уақыт бойы қаржылық қауіпсіздік жастығын қалады. Қашанда бір кезде бұл сәт келетінін білді. Ол ақыры алаңдамай өмір сүре алатын сәт. Және міне бұл сәт келді. Ертең автосалонға барамыз, деді. Айгүл темекісін өшіріп күлін күлсалғышқа қақты. Бұл ескі құсқыны ауыстыратын кез келді. Сен менің көлігім туралы айтып тұрсың ба? Біздің көлігіміз туралы ма? Ол күлді. Біз жақсына шамамыз жетеді. Сондықтан ескі қорапта неге жүруіміз керек? Бақытжан күлді. Мен саған бар ақшаны соншалықты тез ысырап етуге жол беремін деп қайдан шығардың? Айгүл пысқырды. Оларды неге жинау керек? Біз тиын туралы ертегіде емеспіз ғой. Қысқа азық жинап жүрген тиын туралы ертегіде емеспіз. Ақша жұмыс істеуі керек, немесе жай әр нәрсеге кетеді. Ол әйеліне қысыңқы көзбен қарады. Айгүл иықтарын көтерді. Сен қайтадан жоқшылықта өмір сүргің келе ме? Біз жоқшылықта өмір сүрмейміз. Иә, әрине, деді Бақытжан зілді түрде. Есіме түсірші, соңғы жылдары бізге қанша рет тиын санауға тура келді. Бақытжан үндемеді. Өткенге қайта оралмайық, деді ол ақыры. Өзімізді шектемейік, қалыпты өмір сүрейік. Бақытжан басын шайқады, бірақ әйелінің сөзінде жаны бар сияқты еді. Енді ешкімге ештеңе қажет емес, және ол бұл сәттен ләззат алуға дайын болды. Теңіз ауасының хош иісі Айгүл таңертең мол сепкен қымбат әтірдің иісімен араласып кетті. Ол Тель-Авив көшесімен жамбастарын тербете басып бара жатты, ал Бақытжан жанында жарық күннен көзін сәл қысып, ілесіп жүрді. Қолында кәдесыйлармен Айгүл бір бутикте көзіне түскен үшін ғана сатып әперген жаңа күннен қорғайтын көзілдірік бар пакет бар еді. Олар 2 апта бойы Израильде жылы теңіз суына шомылып, жергілікті дәмді тағамдарды татып, оңды-солды ақша шашып, өмірден ләззат алды. Бақытжан, деді Айгүл кішкентай бардың жанында тоқтап. Мен ерекше нәрсе ішіп көргім келеді. Ол оған күдікпен қарады. Біз жақында ғана экскурсиялар мен мейрамханаларға ақша құрттық, саған тағы не жетіспей?
Айгүл еріншек қолын оның иығына жүргізді. Сен ойлағандай емес. Оның қымбат еріндері қулықпен күлімсіреді. Ол көшеге көз жүгіртті, және сол сәтте оның көздері жанып кетті. Міне ол, деп кенеттен айқайлады ол. Кім ол? Айгүл иегін биік шалбар мен арзан көзілдірік киген арықша келген ер адамға қарай бұрды. Ол қабырғаның жанында еріншек темекі шегіп тұрды, бірақ оның көзқарасы өлшеулі тізбекте еді. Ол оларды бұрыннан байқап қойғаны анық еді. Мен бұрыннан ерекше нәрсе ішіп көргім келген деп сыбырлады Айгүл оған жақындай түсіп. Бақытжан қабағын түйді. Айгүл, сен шынымен бе? Ол оған қылымсырап көзін қысты. Бақытжан, жаңа нәрседен бас тартпайық. Есірткі сатушы олардың қызығушылықпен қарағандарын байқап, бірден жанданып, темекісін қабырғаға баяу сөндіріп, туристерге қарай еріншек жымиып жақындады. Сәлем, деді ол. Мүмкін, деп жауап берді Айгүл. Мүмкін, менде сізге керегі бар нәрсе бар. Бақытжан қабағын түйді, бірақ Айгүл оған жабысып сыбырлады. Бақытжан, мұндай мүмкіндік қашан тағы болады? Есірткі сатушы кідіріп, оларды зерттеді. Сіз кездейсоқ еңкеймедіңіз бе? Айгүл күлді. Еркек абайсыз қимылмен қалтасынан кішкентай мөлдір пакет шығарды. Ең жақсы сапа, деп сыбырлады ол, қымбат шарапты жарнамалағандай. Бақытжан есірткі сатушыға күдікпен қарады. Айгүл жымиды. Әбден. Айгүл әлдеқашан әмиянын іздеп жатты. Аламыз. Бақытжан қарсылық білдірмекші болды, бірақ оның жанып тұрған көзін көріп, дауласудың пайдасыз екенін түсінді. 1 минуттан кейін пакет оның алақанында жатты, ал олар жылдам қадамдармен күлімсіреген есірткі сатушының көзінен алыстап кетті. Кешке олардың қажетті, түнгі қалаға керемет көрініс ашылатын, панорамалық терезелері бар нөмірінде Айгүл кереуеттің шетінде отырды, саусақтарымен бақытсыз пакетті айналдырып. Бақытжан, кенеттен бұл біздің өміріміздегі ең жақсы түн болып шықса ше. Оның көздері құмарлықпен жанып тұрды. Бақытжан оған қарап, ішіндегі бір нәрсенің жағымсыз екенін сезді, бірақ ол оған қалай бас тарта алар еді. Бақытжан кереуеттің шетінде отырды, қолын қымбат коньяк стаканына қысып. Бөлмеде кондиционердің шуы мен терезе сыртындағы қаланың өлшемді гуілінен басқа дыбыс естілмеді. Айгүл айнаның алдында тұрып, көзін қысып өзіне қарады. Ол қозулы еді. Көздері елеспен жарқырады. Қымбаттым, деді ол қулықпен күлімсіреп, қолындағы кішкентай мөлдір пакетті лақтырып, жаңа ләззат серіктесіне дайын тұрды. Бақытжан бір жұтым ішіп, сұйықтықты аузында біраз ұстап тұрып жұтты. Сен бұған сенімдісің бе? Ол тәуекел етуді ұнатпайтын, әсіресе бөтен елде. Айгүл күлді. Әрине, қанша ақшамыз, қанша мүмкіндігіміз бар екенін көрейік. Біз қазір бұрын тек армандауға болатын өмірді сүріп жатырмыз. Сен неге кенеттен қорықтың, Бақытжан? Бақытжан иықтарын көтерді. Жай ғана жаман ырым. Қойшы енді. Айгүл оған жақындап, саусағымен бетін сипады. Жай ғана босаңсиық. Бақытжан дауласудың пайдасыз екенін түсінді. Айгүл журнал үстелінің тартпасынан несие картасын алып, пакетті ашты. Ұнтақты шыны үстелдің тегіс бетіне абайлап төкті, және дәл осы сәтте есікке қатты, күңгірлеген дыбыс естілді. Олар қатып қалды. Сен біреуді күтіп тұрсың ба? Деп сыбырлады Бақытжан. Айгүл қабағын түйіп, басын теріс шайқады. Есік тағы да қаттырақ қағылды. Ашыңыздар, полиция. Қан тамырларында қатып қалды. Айгүл пакетті бірден жастықтың астына тығып қойды. Бақытжан атып тұрды. Құрысын. 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 Деді Айгүл ысылдап. Қағу дүбірге айналды. Соңғы рет ескертеміз. Ашыңыздар, болмаса күшпен кіреміз. Айгүл есікке қарай жүгірді. Бірақ Бақытжан оның қолын ұстап алды. Сен не істеп жатырсың? Егер біз ашпасақ, олар бәрібір кіреді. Ол түймені жұлқып алды, және сол сәтте есік иықпен соққыдан ашылып кетті.
Нөмірге бүтін бір топ адам кіріп келді. Олардың артынан көшеде кездестірген есірткі сатушы баяу кірді. «Міне, сіздердің сатып алғандарыңыз», деді ол Бақытжан мен Айгүлге қарап. «Мен айттым ғой». Айгүл ашудан жарылайын деді. «Сен бізді саттың». Есірткі сатушы иықтарын көтерді. «Олар мені бірінші ұстады. Сендер мен сендерді жасырамын деп ойладыңдар ма?» Басын қолымен қорғап, полицейлердің бірі Айгүлді жұлқып әкетті. Айгүл бірдеңе айтпақшы болды, бірақ Бақытжан оның білегінен ұстап алып, қарсылықсыз бағынуға мәжбүр етті. «Қозғалма», деді ол тістерін қайрап. Сол сәтте олардың қолдарын арқасына қайырып, еденге басты, және суық кісендер білектеріне тарсылдап жабылды. Айгүл айқайлады: «Сендердің құқықтарың жоқ. Біз туристпіз, біз ештеңе істеген жоқпыз. Табылған заттар басқаны айтады», деп жауап берді офицер тегіс. Бақытжан тістерін қысып, олардың ірі көлемде қателескендерін түсінді. Бірнеше сағаттан кейін олар тергеу басталмас бұрын залда отырды. Айгүл ашуланып, ары-бері жүрді. «Бұл кімге керек еді?» Бақытжан күлді. «Сен өзіміздің қандай күйде екенімізді түсінесің бе?» Ол кенеттен бұрылып: «Жоқ, Бақытжан, сен өзіміздің қандай күйде екенімізді түсінесің бе?» деді. Ол шаршап бетін сипады. «Сабыр сақта». Айгүл ашуланып көзін жарқылдатты. «Сен кетші». Ол торға ұшып барып жұлқылады, күзетшінің назарын аударды. «Маған қоңырау шалыңызшы». Ол оған еріншек қарап, содан кейін бір қоңырауға ишара жасады. Бірнеше минуттан кейін Айгүл дірілдеген қолдарымен нөмір терді. «Гудок 123». «Құрысын. Алшы». Тұтқаны қойды. Ол тістерін қысып, қайтадан тырысты. «Өтінемін, алшы». Қайта гудоктар, және қайтадан ешкім жауап бермеді. Айгүл дірілдеген қолдарымен басқа нөмір терді. «Үзіліс, алло». «О, Құдайым». Айгүл трубкаға дірілдеп сөйледі. «Бұл Айгүл, бізде проблемалар бар, бізге тез арада көмек керек». «Кім бұл?» Айгүл қатып қалды. «Не мағынасы бар? Сіз қателескенсіз». Гудоктар экранда ажыратылды. Не болып жатқанына сенбей. Күзетші күлді. Қоңырау бітті. Олар жалғыз қалды. Айгүл тордың жанында тұрып телефонын қысып тұрды. Саусақтарының сүйектері апақ болып кеткен, ішінде қорқыныш, үрей және өсіп келе жатқан дүрбелең қайнап жатты. Ол кімге қоңырау шалса да, олар не трубканы қойды, не оны танымайтындай болды. Тіпті жақында ғана оны табысты және ықпалды әйел ретінде білетіндер де енді оны елемеді. Қайтадан жалғыз қалды. Айгүл тістерін қысып, нөмір терместен бұрын: «Сен шынымен бе, Бақытжан?» деді. Ол үнсіз, қабағы түксиіп әйеліне қарады. «Бізде басқа таңдау жоқ», деді ол ысылдап, телефонды құлағына апарды. Гудоктар ұзаққа созылды. «Ол ала ма?» Бақытжан күлді. Бірақ сол сәтте трубкадан баяу дауыс естілді: «Тыңдап тұрмын». Айгүл бір сәтке сөйлеу қабілетінен айырылды. Ол Мақташтың трубканы көтеретінін мүлдем күтпеген еді. «Бұл мен, Айгүл», деді ол дірілдеген дауыспен демін ішке тартып. «Мақташ әже, сіз бізге көмектесуіңіз керек». Арғы жақта үнсіздік орнады. «Өтінемін», деді Айгүлдің даусында үмітсіздік ноталары естіліп. Мақташ үндемеді. «Бізге ақша керек. Бізге бізді бұл жерден алып кете алатын біреу керек. Мүмкіндік туралы айттыңыз, тезірек». Егер ол қазір оны сендірмесе, екінші мүмкіндік болмайтынын түсінді. Және сол кезде Мақташ баяу: «Сендер мені тіпті жерлегілеріңде келмегендеріңді көріп тұрамын», деді тыныш. «Сендер менің жоғалғанымды соншалықты қаладыңдар ғой. Енді менсіз өмір сүріңдер». Айгүл қатып қалды. Мақташ әже жоқ, мен үшін енді сіз жоқсыз. Оның даусы тегіс, ашусыз, қуанышсыз, ештеңесіз естілді. Бірақ сізге сол себеппен қысқа гудоктар кетті. Мақташ Айгүлдің қоңырауын қойды, баяу қолын телефонымен түсірді.
Оны осы уақытқа дейін бақылап отырған Бақытжан тек күрсінді. Кім ойлаған? Айгүл ештеңе түсіне алмай, бос кеңістікке қарап қалды. Тіпті олар жек көріп, өмірлерінен сызып тастаған адам да оларды құтқара алатын біреуді тапты, ал олар жалғыз қалды. Сот тез болды. Оларға қарсы дәлелдер сөзсіз еді. Оларды бірінші болып Израильде ұстап берген есірткі сатушының ұстау хаттамалары. Израильде есірткіге байланысты туристерге қатысты сот шешімдері жарияланбайды. Судья тіпті басында көтерген жоқ. Айыпталушылар Бақытжан мен Айгүл Израиль мемлекетінің аумағында тыйым салынған заттарды сақтағаны және пайдаланғаны үшін кінәлі деп танылды. Айгүл үнсіз қолын жұмып отырды. Судьяның үкімін ол естіген жоқ. Айналадағы дүние олардың барлық нәрсесін, олар сонша тырысқан барлық нәрсені бірте-бірте қиратып, бір сәтте жоқ етті. 3 жыл өтті. Мақташ әже шағын, жарық шеберханада отырып, жұмсақ сазды саусақтармен абайлап сипады. Оның қолдары тегіс, сенімді қозғалды. Бірнеше ай бұрын ол өзін қайтадан пайдалы, шығармашылық және күшке толы сезінетініне күмәнданған еді. Құмыра дөңгелегі баяу айналып, оның қолында жаңа керамикалық құмыра пайда болды. Бөлменің ашық терезесінен көшедегі күлкі мен дауыстар естілді. Артқа аулада кішкентай қыз ойнап жүрді, күлкісі зор еді, ал оның артынан қуаныштан қатты үрген ит жүгіріп жүрді. Әже Тоня, әже Тоня, деді кішкентай дауыс. Мақташ басын көтеріп, шеберханаға Саняның шашындай ақ құба, томпиған бетті кішкентай қыздың ұшып кіргенін көрді. Күн шуағым, неге сен сонша асығып жүрсің? Ол алжапқышына қолын сүртіп, еңкейіп, қызды көтеріп алды. Кешкі аспақта, деп қуанышпен жариялады қыз қолын шапалақтап. Мақташ күлді. Демек, біз бақта кешкі ас ішеміз. Ал сен бізге жаңа тәрелкелер жасайсың ғой. Сен енді нағыз сиқыршысың. Мақташ немересінің басынан сипап, жұмсақ күлді. Жасаймын, жаным, жасаймын. Саня мен Жеменейдің үйіндегі өмір мүлдем басқаша еді, үлкен, жылы, қамқорлыққа толы және қарапайым, бірақ осындай шынайы бақытқа толы еді. Бастапқыда Мақташ өзін енді жай ғана уақытша пана тапқан әйел емес, осы отбасының бір бөлігі екендігіне үйрену қиынға соқты, бірақ Саня оған өзін артық сезінуге жол бермеді. Әже Тоня, деді ол күлімсіреп. Сен енді бізбенсің. Мақташ ұзақ жылдар бойы алғаш рет өзінің шынымен де біреуге қажет екенін сезді. Саняның күйеуі Жеменей Мақташ өмір бойы қол еңбегімен металл өңдеуді жақсы көргенін айтқан бойда оған шағын шеберхана ашуға көмектесті. Міне, саған кілттер, деді ол олардың үйінің бірінші қабатындағы жайлы бөлменің кілтін беріп. Сен осындай нәрселерді жасауды үйренетін жер болсын. Сөйтіп оның құмыра шеберханасы пайда болды. Алғашқы апталарда Мақташ жаңадан үйреніп, сынап, қателесіп, кейде көңілі түсіп жүрді, бірақ күн сайын бәрі жақсырақ шыға бастады. Олардың алғашқы клиенттері олардың әрбір кесесін, әрбір тәрелкесін, тіпті сәл қисық болса да қуанышпен мақтады. Содан кейін тұрақты сатып алушылар пайда болды. Адамдарға оның жұмыстары ұнады, оларда ерекше жылы бірдеңе бар еді, тіпті сіздің тәрелкеңіз немесе құмыраңыз оның жанының бір бөлшегіндей әсер қалдыратын. Міне көресіз бе, деді Саня бірде оны құшақтап. Мен сізге бәрі жақсы болады деген едім, Мақташ әже. Мақташ ақыры бұған сенді. Сол кеште бақта дастархан жайылды. Ауа гүлдер мен жаңа шабылған шөптің хош иісіне толы еді. Мақташ немересінің жанында отырып, оны қанатының астына алды. Жеменей олардың аяқтарының астында жатты, дәмді бірдеңеден бір үзім алуға үміттеніп. Әже, маған ертегі айтып берші, деп сұрады қыз Мақташтың етегінен ұстап. Жақсы, жаным, деді Мақташ жұмсақ күлімсіреп. Бұрын Мақташтың өмірі кезекті сынақ болып көрінген еді, бірақ қазір, оны өз отбасы ретінде қабылдаған бұл адамдарға қарап, ол өзінің қиындықтармен өткендегі опасыздығы оны дәл осы жерге әкелгенін түсінді, және бұл барлық ертегілердің ішіндегі ең мейірімдісі еді. Ол күлімсіреді. Жарайды, жаным, мен саған бір кездері
Екінші бөлімде Бақытжан қатты керуетте жатып, қабырғасы қабыршақтанған төбеге және өмірі сияқты сұр камераға көз тастады. Камера кішкентай, дымқыл мен үмітсіздіктен ауа ауыр, қабырғалардың бәріне сіңген үмітсіздік иісі аңқып тұрды. Одан бірнеше метр қашықтықта дәл осындай камерада Айгүл жатты, көзін көтермей. Сот үкімі шыққанына небәрі 3 күн болды, бірақ бұл жерде уақыт тоқтап қалғандай, әр күн бірдей қатаң тәртіп, ауыр есіктер, немқұрайлы күзетшілер. Оларды ешкім құтқаруға асықпайды, оларды сыртта ешкім күтпейді, олар енді ешкімге қажет емес. Мақташ бұл бәрі заң үшін жасалғанын білгеніне қарамастан, Бақытжан кенеттен ашуланып, көзі сөніп сұрады. Мүмкін ол көмектесе алар еді ғой. Айгүл ерінің бұрышын қисайтты, бірақ үндемеді. Бақытжан мұқият қарады. Біз бұған лайықты болдық. Бұл сөздер үкімдей естілді. Айгүл иығын қисайтты, қарсылық білдіргісі келді, бірақ айтатын ештеңесі жоқ еді. Қабырғаның арғы жағынан шу естілді, біреу айқайлады, біреу күлді. Бұл жерде бәрі басқалардың оқиғаларына толы еді, олардікіндей лас. Бақытжан көзін жұмды, және кенеттен ескі үйдің балалық шағы, ас үйдегі жаңа піскен нанның иісі, оның жылы даусы, махаббатқа толы көздері есіне түсті. Содан кейін ол ойланбастан оны қалай сатқанын, Айгүлдің оны күн сайын қалай қорлағанын, оны үйден қалай қуып шыққанын, ауруханада жатқанда одан қалай бас тартқанын есіне түсірді. Ол өзі таңдау жасады. Айгүл баяу бетін сипап, содан кейін тұншыққан дауыспен әрең шығарып сөйледі, біз бұл жерден шыға алмаймыз. Бақытжан бірден жауап бермеді, өйткені ол шындықты білді, оларды ешкім шығармайды. Жоқ, деді ол баяу. Айгүл арқасына сүйеніп көзін жұмды. Енді ақшада, билікте, бостандықта жоқ еді. Арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, және бұл оқиға сізге қалай әсер еткенін жазыңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыздар. Жақын арада кездескенше, құрметті тыңдаушылар.